Сәлем. Және қиялларыммен бөліспекшімін. Егер қалбың пәк, ниетің хақ болса, Алла Тағала өзі-ақ әтрапыңдағы бәршенің хақиқи бет жүзін саған көрсетіп береді екен. Мен бұған қайылман. Нәтижесі жалғызлық, жеккелік болса да. Айта жағым бұл емес. Әтрапымда көпшілікте осындай кемшілікті байқап атырман. Егер бір инсанмен мүнәсебетіңіз тоқтаған, ол өміріңізден кеткен, сізді тәрк еткен болса, бұл дегені достылықтың жұмақланды дегені, дұшпаншылықтың баслануы дегені емес. Сөйтсе, мәдениет мүнәсебетте де керек дегені екен. Яғни, бір инсанмен мүнәсебетіңіз тоқтағанда, ол хақында, ол жоқта да жақсы пікір айта алу нағыз мәдениет екен. Яғни, біреудің ең нәзік, ешкім білмеген сырын біле тұра, сол сырын оған қарсы қолланбау нағыз мәдениет екен. Әтрапымда көпшілікте бұл нәрсе жетіспейді меніңше. Сіз де бір байқап көрің. Мәселен, мен бір инсанмен мүнәсебетті қойсам, достығым жұмақланған болса, мен оның өмірінде де бәрі жақсы болуын қалаймын, яғни әуметлі, табыслы, берекетлі болсын, тек менің өмірімнен ұзақта болса еді деп тілеймін. Яғни, достылықтың жұмақлануы бұл, дұшпанлықтың баслануы емес. Сіз қалай ойлайсыз?